Мен сендерге шын ризамын халқым. Мына кешегі жасап жатқан челлендждерің өте керемет. Мен осыдан 2 ай бұрын Шерзат қайтқан уақытта қанша тигізіп ауыр осы әнші, әртіс, блогерлерге айтсам да оята алмап едім. Ал сендер мына подписка жасағандардың барлықтарыңыз блогерден, әншіден, актерлардан подписка жасап еді, бәрі шырылдап шыға келді. Біреулері ойбай жас Шерзаты, ойбай ағасы өлтіріп кетіпті, ойбай үйін өртеп кетті, Қажыбай қамалып жатыр екен деп жаңағыдай видео фотолар салып жатыр екен. Әбден барлығы халық ашынып уже подписка жасап жатқан кезде. Ал 2 ай 10 күн бойы қайда жүрдіңдер оянбай. Сендерге халықтың қайғысы емес, подписчикпен хайбың керек сияқты. Ал сендер сол подписчиктердің арқасында напақаларын тауып, сол подписчиктердің арқасында үйлерін салып, сол подписчиктердің арқасында қатындарыңа сыйлық алып, машина алып жүргендеріңді ұмытып кеттіңдер ме? Сол халықты ғой сендер алдап, ойбай менің 20 досыма тіркел, ақша сендердікі болады, ойбай менің 30 досыма тіркел, машина көлік сендердікі болады деп алдайсыңдар. Ал шын мәнісіне келгенде сол машинада, сол ақшада өздерінің таныстарына кетеді. Қарапайым қара халық ақшасын төлеп сендердің курстарыңды алады. Қарапайым халық қысқа бірдеңе ұтайыншы деп сендерге тіркеледі. Ал сендер солар арқылы, солардың қаралымдары арқылы миллиондаған ақша табасыздар. Мына әр әнші, актер, блогерлерден подписка жасап жатқан халықтың барлығын қолдаймын. Дұрыс жасап жатсыңдар. Тоқтамаңдар. Алға. Кешеден бері Қазақстанның әлеуметтік желілерінде тамаша бір челлендж басталып кетіпті. Шеризаттың ажалына байланысты жұмған аузын ашпаған мемлекеттік блогерлерден, сонымен қатар әншілерден, өсекшілерден, яғни халық мәселесі жөнінде, халықты ортасында болып жатқан оқиғаларға өзінің сыни пікірін білдірмеген беделді блогерлерден, яғни нағыз блогерлерден отписка басталып кетті. Оны кім бастаса да бұл челленджді жарайды, мықты екенсіз, рахмет сізге, алғысымды білдірем. Жалпы бұны бұрыннан талай білімді азаматтар айтып жүрді. Мына халыққа пайдасы жоқ блогерлерден отписка жасайық, оларды қолдамайық, олардың пайдасы не? Өйткені босқа олар зиян шектіріп жатыр. Яғни біздің ақпараттық кеңістіктегі толқынға батқан кезде волнасына кедергі келтіріп жатыр деп айтатын. Енді міне ол жүзеге асып жатқан секілді, челленджді жалғастыра беріңіздер. Кеше бір рекламшы, яғни жарнамашы адамның аккаунтынан 100 000 адам подписались, оказывается. 5 200 000 болып тұрған, сосын көрсетіп жатыр, бір күннен кейін 5 100 000 ғана болып қапты. Сонда 100 000 есті азамат жаңағы аккаунттан шығып кеткен ғой барлығы. Сіздер де сөйтіңіздер. Мына әншілер, өсекшілер бар ғой, сайқымазақ түсіретін, қажет емес мұның бәрі. Шығарып тастаңыздар, керек емес. Оның бәрі просто так заполняет информационное пространство. Олар помеха байтқан кезде. Кедергі. Сондықтан бәрін алып тастаңыздар, дұрыс жалғастыра беріңіздер. Ал жаңағы Шеризаттың ажалы жөніне келетін болсақ, оның расында ол қайғылы трагедия. Алдыңғы видеомда айттым, Шеризаттың ағасы Нұрқанаттың ажалын өз-өзіне қол салғанына сенбеймін. Оны сенбеймін деп айтқаннан кейін тағы да видеолар шығыпты, оны дәлелдейтін, яғни өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін емес екендігіне. Енді тергеушілер өздерінің вердиктін айтады, олар әзірге тырнақшаның ішінде өз-өзіне қол жұмсады деп жазып қойған. Негізінде анау көрініс толай болып тұр ғой, енді расында кісі ілініп тұр да анау неге, ағашқа, факт бойынша ол енді асып тұр ғой енді. Ал сондықтан оны асып тұр деп жазады. Ал тергеу барысында енді оның асылмағандығы айқындалар деп үміттенем. Себебі жаңағы қылмыскерлер, олар жазасын алу керек, олар өте қауіпті қылмыскерлер. Олар мемлекеттік батқан кезде конституцияға, заңға қарсы шығып отыр адамдар. Олар тек қана жаңағы семьяға емес, олар енді мемлекетке қарсы шығып отыр адамдар. Бізге сендер не істей аласыңдар? Бізге заң жоқ деген сөз, түсінсеңіздер. Бұл ЧП негізінде, төтенше жағдай бұл. Бұл жөнінде негізінде тек қана ішкі істер министрі емес, премьер-министр ары кетсе Тоқаевты бір-екі пікірін айту керек еді. Жалпы бұл Қазақстан мемлекетінің заңнамалық жүйесіне вызов деп, яғни айбар шөгу деп, қылмыскерлердің деп. Көрдіңіздер ме? Бәрі үнсіз қалайда. Егер олар қолынан осы келіп тұрса, онда кім көрінген ойына келгенін істейді. Дұрыс қой. Сондықтан да бұның алдын алу үшін бүкіл халық болып жұмылуымыз керек. Рахмет. Мен айтам да деймін ба? Ошым бар ғой. Менің айтып жүрген әңгімелерім келіп жатыр жайлап та.
Жалпы мына жаңағы блогерлер бар ғой, ешқандай пайдасы жоқ, тек қана өзінің аккаунтын айналдырып ақша тауып жүрген адамдар бар ғой. Ешқандай халықтың шаруасына араласпайтын блогерлерден бәрінен отписка жасап жатыр қазір. Халықтың көзі ашылып жатыр. Халықтың көзі тек қана бір бағытта емес, көп бағытлы ашылып жатыр. Негізгі менің осы TikTokқа кіру, әуелден TikTokта видео салу мақсатым осы еді. Адамдардың көзін ашып, ненің не екенін түсіндіріп, кімнің пайдасы бар, кімнің пайдасы жоқ. Мысалы үшін да халықтың қамын айтатын адамдар көбейсе екен, болса екен, соған үкімет қарап жұмыс істеп бастаса екен, әркім әр жерден жоқ жетікті бәрін айтып түсіндірсе, айтып отырса, үкіметтен талап етсе, тек қана штрафты жей бермей, сондай халық сауаттанса екен деп едім да. Енді сол іске асты қазір. Бұйыртса, енді мысалы үшін адамдар жаңағыдай пайдасыз аккаунттардан отписка істеп, енді пайдалы аккаунттарға тіркеліп алса, керемет болар еді да. Бұрыннан айтқым келіп жүрген нәрсені, айтып жүрген нәрсемді енді өзінен өзі іске асып жатыр да. Солай ағайын. Всякий қыртым, шыртым жаңағы аккаунттардан отписка істеп, дұрыс жаңағы. Мен айтам да дейтін жігіттерге тіркеліңіз. Жаңағы Елдос деген жігітке тіркеліңіз. Осы басым қатып кетті дейтін бір жігіт бар ғой. Соған тіркеліп кетіңіз. Сосын ана Апенди деген мысалға жігіттер бар, Аза Апенди. Соған тіркеліңіз одан да. Айтсам сендерге, курс сататындар, тек қана пайда табатындар. Курс сатқанда да пайдалы нәрсе болу керек та ол. Арзан, адамның ақылына сиятын, ол курстан бір нәрсе үйренетін, одан кейін пайдаға сатын курс болу керек та. Андай бет алды ғыла, бәлен мыңнан жинап алып, бәлен миллионнан жинап алып, өзі қыдырып кететін емес. Қайырымдылық қорларынан отписка жасаңыздар. Өтірік қайырымдылық қорлар. Одан да өзіңіз апарып беріңіз. Солай ағайын. Айтқым келген осы еді.